Саламатсыздар ма? Менің есімім Қансейітова Айнұр Сайлауқызы. Мен Шымкент қаласы номер 6 колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мейрамханада қонақтарды қарсы алу және орналастыру. Сабағымыздың мақсаты студенттерге қонақтарды қарсы алуға және қонақтармен есеп айырысуға үйрету. Сабақтың жоспарына келетін болсақ, негізгі 5 кезеңнен тұрады қонақтарды қарсы алу. Бірінші қонақтарды қарсы алу, екіншісі орналастыру, үшіншісі мәзір ұсыну, төртіншісі тағамдар мен сусындарға қатысты көмек беру және бесіншісі келушілермен есеп айырысу. Енді жаңа тақырыпты бастамастан бұрын өткен сабаққа шолу жасайық. Оқылған материал бойынша сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бірінші, сату алаңын қызмет көрсетуге дайындау тәртібі. Дымқыл тазалау қажет, жиһазды дұрыс орналастыра білу қажет, ыдыстарды алу керек және алдын ала сервировка жасау қажет. Алдын ала сервировканың дайындық тәртібі қандай? Біріншіден, фарфорлы ыдыстарды, шыны ыдыстарды, ас құралдарын, ас дастарханын және майлықтарды алу қажет, және қосымша дәмдеуіштер мен гүлге арналған вазаларды, ыдыстарды алу керек. Үшіншісі, тағамдар мен тіске басарлардың ұсыну тәсілдерін атаңыз. Біз бірнеше тәсілдерді өткен тұғынбыз. Біріншісі яғни француз тәсілі, екіншісі ағылшын, үшіншісі неміс, төртіншісі орыс тәсілдері болатын, және біз аралас тәсілдерді өткенбіз. WorldSkills конкурсында аралас тәсілдерді бірден қолдана береді. Төртіншісі, сауда алаңының оңтайлы температурасы 16-18 градус. Ал енді бірінші кезеңге келетін болсақ, қонақтарды қарсы алу, оларды кім қарсы алады? Хостес қарсы алады, администратор әкімші қарсы алады, аға даяшы қарсы алады және даяшының қарсы алуға мүмкіндігі бар. Қонақты қарсы алу және шығарып салу, оны әрқашан бір жерде орындалады. Оны біз нүкте деп айтамыз. Яғни қонақтарды егерде сіз кіре беріс жерінде мейрамхананың қарсы алатын болсаңыз, қызмет соңында сіз қонақтармен бірге еріп жүріп, оларды шығарып салуыңыз керек. Соны біз бір нүкте деп айтамыз. Қонақтарды қарсы алу дұрыс сәлемдесуден басталады. Мынандай сәлемдесу формалары: сәлеметсіз бе, сәлем бердік, қош келдіңіз, ол дұрыс емес. Яғни дұрыс сәлемдесу мезгілге байланысты қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш деп амандасу қажет. Қонақтарды қарсы алғанда бірінші қойылатын сұрақ, мысалы келтірейін: қайырлы таң, сізді біздің мейрамханада көргеніңізге өте қуаныштымыз. Сіз үстел брондадыңыз ба? Егерде қонақ сізге иә деп жауап беретін болса, өтінемін үстелге жүріңіз деп алып бару қажет. Егерде қонақ жоқ деп жауап беретін болса, жүріңіз, мен сізге бос үстелдерді көрсетейін. Мүмкін сізге мына жер ұнар деп бірнеше отыратын жердің варианттарын көрсету қажет. Егерде бос үстелдер мүлдем болмаса, өкінішке орай барлық үстелдер бүгін бос емес деп жауап қайтару қажет. Және айта кететін жайт, даяшы қонақтың алдында жүріп, оларға қонақтарға үстелді көрсету керек, және үстелді көрсетіп жатқанда ашық алақанмен көрсету қажет, саусақпен көрсетуге болмайды мүлдем. Екіншіден, үстел қанша адамға қажет екенін біліп алу қажет, және үшіншіден, 2 адамдық болса, оны 2 адамға, 2 адамдық үстел басына, 4 адам болса, 4 адамдық үстел басына жайғастырғаны дұрыс. Осымен біздің бірінші кезеңіміз қонақтарды қарсы алу аяқталды. Ендігі кезекте екінші кезең басталады. Екінші кезең қонақтарды орналастыру. Қонақтарға дастархан басына орналастыруға көмек беру қажет, және 2 сұрақ қою керек. Бірінші сұрағыңыз: кешіріңіз, сіз бұл жерде алғаш ретсіз бе деп сұрау керек. Екінші кезекте: сізді көргеніме өте қуаныштымын. Мүмкін сізге біздің мекеме жайлы
ас үй туралы көбірек айтып берейін бе деп сұрақ қою керек. Үшіншіден, сіз қонаққа жайғастырып болғаннан кейін оған қамқор көрсетуіңіз керек. Яғни сізге бұл жер ұнады ма? Немесе егер де кішкентай балдары болатын болса, сізге биіктеу үстел алып келу керек шығар, балаға арналған. Немесе кондиционерден жел соғып тұрған жоқ па, сізге салқын ұрып тұрған жоқ па деп қамқорлық көрсету өте маңызды. Ал енді үшінші кезек мәзірді ұсыну кезеңі. Ендеше үшінші кезең мәзірді ұсыну. Қонақтармен сәлемдесіп болғаннан кейін, оларды үстел басына жайғастырып болғаннан кейін, әрине мәзір ұсыну қажет. Мәзірді қонақтың сол бетінде тұрып ұсынасыз, және фирмалық тағамы бар бетті ашық күйде ұсыну қажет. Шарап мәзірін жабық күйде ұсынады. Мәселен, егерде екі қонақтан құралған әйел және ер кісі болатын болса, сіз мәзірді ер кісіге, ал ер кісі өз кезегінде әйелге ұсыну қажет. Егерде бірнеше қонақтан құралған болса, сіз мәзірді үлкен жасты кісіге ұсынасыз. Егерде компания бірнеше адамнан құралған және жастары бірдей болатын болса, сіз мәзірді тапсырыс берген адамға ұсынасыз. Мәзірді бергеннен кейін сіз 7 метр ара қашықтыққа кетуіңіз қажет, және қонақтардың шақыруын күтіп тұруыңыз қажет. Әр 30 секунд сайын қарап отырасыз. Қонақ даяшыны өзінің көз қарасымен шақыруы мүмкін. Осымен үшінші кезеңіміз аяқталды. Енді төртінші кезеңге өтеміз. Төртінші кезеңге де келіп жеттік. Яғни тағамдар мен сусындарды таңдауда көмек беру. Төртінші кезеңде, мәселен, сізге мәзірден таңдауға көмектесе алам ба, немесе арнайы ұсыныстарымыз туралы айтып берейін бе? Егерде қонақ иә деп жауап беретін болса, ендеше біздің мәзірімізде қазақ асханасының түрлі тағамдары ұсынылған. Біздің бас аспазшы мәзірдегі позицияларды кездейсоқ таңдамаған. Әр тағамның өзіндік шығу тарихы бар деп айтады. Егерде тарихын айтып бер десе, айтып беруге тура келеді. Және де тапсырысты салат пен тіске басарлардан емес, негізгі тағамнан бастау қажет. Және бірнеше сөйлемдерді келтірдім. Яғни бізде классикалық деп бастасаңыз болады, және бізде тиімді ұсыныстар бар, бізде фирмалық тағамдардың осындай түрлері бар деп айтсаңыз болады. Сонымен қатар дәмді салаттар мен тіске басарлар бар. Негізгі бағыт туралы шешім қабылдадық. Негізгі бағыт, яғни ыстық тағамнан, ыстық тағам, тіске басарлар таңдап болғаннан кейін сізге сорпа ұсына алам ба? Егерде сорпа ұсына аласыз десе, сіз қандай сорпаларды ұнатасыз, және біз сізге тағы да не ұсына аламыз деп бірнеше тағы да тағамдарды ұсынсаңыз болады. Десертті, яғни тәтті тағамды екі позиция, екі бағытты таңдаған
қонаққа ұсынудың қажеті жоқ. Екі бағыт дегеніміз ыстық және тіске басар мен салаттарды таңдаған қонақтарға. Егерде қонақ бір бағытты таңдаған болса, сіз оған десерт ұсына аласыз. Және тапсырысты қабылдап болғаннан кейін оны тағы да бір рет қайталап өту міндетті, және оның уақытын белгілеп алуыңыз, дайын болатын уақытын айтып беруіңіз қажет. Яғни 7 минуттан кейін салаттар дайын болады, 15 минуттан кейін сорпа дайын болады, және 25-30 минуттан кейін сіздің ыстық тағамыңызды әкеліп беремін деп уақытын айтуыңыз керек. Және де сіз аперитив ұсынуыңыз қажет. Аперитив ұсынғанда, мәселен, тапсырысты күту кезінде сізге алкогольсіз сусындар, аперитивтер, шай немесе кофе ұсына алам ба? Немесе фирмалық сусындарыңызды ұсынсаңыз да болады. Аперитивті қабылдап болған соң, аперитивті негізінен 3-5 минутта әкеліну қажет. Және тапсырыс бергеніңіз үшін көп рахмет деп алғыс айтуыңыз міндетті. Және де менің есімім деп тағы да бір қайталап өтесіз. Сіздің бүгінгі кешіңіз мүмкіндігінше ыңғайлы болу үшін мен және менің көмекшім бүгін қызмет атқарады деп таныстырып өтсеңіз болады. Және де егерде қонақтарға берген уақыттан ұзағырақ дайындалатын болса, даяшы міндетті түрде қонаққа сол туралы хабарлап, тапсырысты растамайынша тапсырысты орындамайды, даяшы. Және тапсырысты растап болған соң, даяшы эркиперге ұрады. Егерде қосымша тапсырыстар берілетін болса, эркиперге қайта келіп ұрып тұрады. Қызмет соңында әрдайым позитивті ұсыныстар бар ма деп пікірлерді сұрау қажет қонақтардан. Оны әкімші жазып алып, оны Excel кестесіне толтырады. Бұл басқаруға өте керемет мүмкіндік туғызады. Және үстелден ыдыстарды жинамас бұрын, әрине сіз рұқсат сұрауыңыз қажет, және сізге тағам ұнады ма? Мәселен, мына тағам немесе салат ұнады ма деп әлбетте сұрау керек. Егерде қонақ иә деп жауап беретін болса, сіз 3 ережені қолдануыңыз керек. Яғни БСТ деп айтылады. Бірегей сату ұсынысы. БСТ дегеніміз, мысалға, бірегей сату ұсынысын қалай біз қолданамыз? Тек деген сөзді 3 рет қайталауға болады. Мысалға, бізде тағамның керемет дайындалғаны, яғни біз тек қана отандық өнімдерді қолданамыз. Біз тек қана шынайы ингредиенттермен жұмыс жасаймыз. Біз тек қана сенімді тасымалдаушылармен жұмыс жасаймыз деп жауап беруіңіз қажет. Егерде қонақ тарелканы алып тастаса, үстел басынан ұнамай жатса, түрі өзгеріп кетсе, қонаққа жақындап, оның тағам туралы пікірін қызығушылық танытып сұрау қажет. Ал енді ең соңғы кезеңге де келіп жеттік. 5-ші кезең – келушілермен есеп айырысу. Қонақты есептеу қонақтың сұрауы бойынша ғана жүзеге асырылады, және міндетті түрде төлем түрін анықтап алуыңыз қажет. Және мынандай сұрақтар қойсаңыз болады. Сізде біздің бонустық картамыз бар ма? Қолма-қол ақша немесе банктік аударым ба? Шот фактураны басып шығармастан бұрын тапсырыс қабылдаған даяшы шот фактураны тағы да бір рет тексеріп шығу қажет, және оның дұрыс екеніне көз жеткізу керек. Даяшы шотты есептегішке алып келеді, және есептегіштің ішіне жеткізім туралы немесе мейрамхананың визиткаларын салып берсе де болады. Және қызметтің соңында сізге барлығы ұнады,
ұнады ма деп сұрақ қоюы қажет. Қоштасар алдында оны есікке дейін сабақтың басында мен айтып өткен тұғымын, есікке дейін шығарып салу, қызмет соңында шығарып салып, сау болыңыз, сізді тағы да күтеміз деп осындай керемет сөздермен қоштасып шығарып салу қажет. Ал енді, құрметті студенттер, бүгінгі тақырып, бүгінгі сабағымыз қонақтарды қарсы алу және шығарып салу сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал енді осы алған білімдеріңізді тәжірибеде қолданыңыздар. Сіздерге үлкен мүмкіндік бар. Рахмет.